Неліктен тұз тағамның дәмін келтіреді? Сәл күте тұр. Мен қазір түсіндіремін. Негізінен натрий хлориді болып табылатын тұз бәрін дерлік дәмді етеді. Мысалы, картоп, белгілі бір жеміс түрлерін, карри немесе тіпті піспе нан болсын. Біз осы тағамдардың барлығында аз да болса да тұз болғанын жақсы көреміз. Зерттеушілердің пікірінше, біз эволюциялық даму барысында тұзды ұнататын болып дамыдық. Өйткені, мүмкін тұз біздің ағзамызға жойылып кетпей, өмір сүру үшін қажет болған. Не? Өмір сүру үшін тұз қажет пе? Дәл айттың. Тұздың құрамындағы натрий біздің қан қысымымызды ұстап тұрады. Жүйке импульстарын береді. Ал хлор асқазанда тұз қышқылын өндіру үшін қолданылады. Осылайша, тұзды алу үшін біз оның дәмін біртіндеп дамыттық. Осылайша тағамдағы тұз оны тартымды және дәмді етеді. Сонымен қатар, тұз қантқа қарағанда қышқылтым дәмді жақсы басатыны анықталды. Зерттеушілер мұның қалай жүзеге асатынын әлі нақты айтпайды. Кейбіреулер тұз тілдегі ащы рецепторларды бейтараптандырады деп болжайды. Ал басқалары тұз қосылған кезде ми дәмді ащы емес деп қабылдайды деп болжайды.